Ақша ағашы деп аталатын бұл өсімдіктің қандай пайдасы бар екенін білгіңіз келеді ме? Видеоны соңына дейін қарап менімен бірге болыңыз және лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бүгінде ақша ағашы деп аталатын өсімдікті көп үйден кезіктіруге болады. Яғни оны үйге ақша шақырады деп көбісі өсіреді. Бірақ бұдан бөлек оның бактерияға, вирусқа, қабынуға қарсы да әсері зор екен. Білетіндер бұл жөнінде былай дейді. Үйде біреу сырқаттанып қалса, бөлмедегі ақша ағашының ахуалы нашарлай бастайды. Яғни ол зиянды қуатты өзіне тартады, солып жапырағы түсе бастайды. Ал адам сауыққан кезде оның жағдайы жақсара бастайды. Осыған орай гүл өсірушілер мынандай рецепттер ұсынады. Ақша ағашы еренге ұшық шыққанда, яғни герпес пайда болғанда да өте көмегін тигізеді. Ол үшін бірнеше жапырағынан шырын сығып алып, бүлінген жерге әр 30 минут сайын қойып тұру керек. Шырынды матаға сіңіріп, оны бүлінген жерге пластырмен бекітіп қойса да болады. Ангина, тонзиллит мазалағанда 10 жапырағынан сығылған шырынға 200 мл су араластырып, онымен тамақты күніне 3-5 рет шайып тұрған дұрыс. Таңертең тамақтан 1 сағат бұрын 2 жапырақтан әбден шайнап жеу қажет. Бұл ақша ағашын пиелонефрит, циститке де қарсы пайдалануға болады. 5 жапырағын уақтап, үстіне 200 мл ыстық су құяды. Сосын 1 сағат тұндырып сүзіп алады. Күніне бір ас қасықтан 3 мезгіл тамақтан 15 минут бұрын ішіп отырады. Ал артрит, артрозға қарсы қолдану үшін 10-15 жапырақты шырынын сығып, бүлінген буынға ұйқыға жатар алдында жақпама есебінде жағып қолданылады. Ақша ағашының жапырағын тіліп, геморройға қолданса да жақсы көмегін көрсетеді. Жарақат, жара, күйік, сіңір созылуы, соққы әсерінен жою кезінде де ақша ағашының жапырағынан ботқа жасап, зақымданған жерге жағу, үстінен дәкемен бекіту керек. Әр 2-3 сағат сайын кебуіне қарай таңғышты алмастырып тұруға да болады. Ескерту: ақша ағашында мышьяк көп, сондықтан одан жасалған тұнбаны тым көп ішуге, жалпы оны шамадан тыс қолдануға болмайды. Осыны ұмытпаңыз. Бұл керемет өсімдіктен бөлінетін тозаңдар адам ағзасына пайдалы. Ол ауаны тазалайды. Өсімдіктің ағзаның психикалық және физикалық шаршағанын басады. Адам ағзасын жұқпалы ауруларға қарсы белсендіреді. Күйі талғамайтындықтан қараңғылау бөлмеде жақсы өседі. Бөлме өсімдіктерінің әр қайсысына тән сенімдері бар. Көбі жаңа шөпті, яғни ақша шақыратын өсімдік деп айтайды. Ағаш биіктеп өссе, жапырағы қалың әрі үлкен болса, қаржы жағдайының жақсарғанын білдіреді деп сенеді. Ал өсімдік өсуі үшін оған күтім жасау керек. Гүлдің жақсы өсуі оның дұрыс отырғызуынан басталады. Оның өскенін ешкімге көрсетпей, ұрлап немесе сатып алады делінеді. Отырғызар алдында өскіннің түбін сәл құрғатады. Гүлсауыттың түбіне ақша шақырсын деген ниетпен тиын салып жүретіндер де бар. Өсімдік биіктеп өсу үшін көктем басталған кезде қырқады. Өте қараңғы бөлмеде ұстауға болмайды. Өсімдіктің жаздық ыстығына төзімді болғанымен, қыста бөлме температурасын 15 градустан асырмау керек. Ыстыққа төзімді болу үшін өсімдікті көктемнің ыстығынан бастап бейімделген дұрыс. Оны топырағы құрғаған кезде ғана суару керек. Сұйық тыңайтқыштығымен тыңайтады. Өсімдік биіктеп, ыдысы тарлық еткенде ғана ыдысқа алмастырылады. Бұл өсімдіктің ақша шақыратындығына сенбеймін. Бірақ алайда адам денсаулығына келтірер пайдасы орасан зор. Пайдалы ақпарат алған болсаңыз, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.